Ал енді сен біреудің қызын аманатқа алып алсаң, оның Алланың қандай есебі болмайды ма? Сондықтан сенің түсінігіндегі ислам, ол сен ұғымыңдағы ислам да. Нағыз ислам емес. Ол шынайы Алланың исламы, пайғамбар саллаллаху түсіндірген ислам емес. Яғни еркек жер бетінде халифа болып түссе, әйел де халифа болып түсті. Құтырып кетеміз ба деп бір жағынан ойлаймын да, мысалы да. Күнә жасап кетеміз ба, бәрі кешеді ғой деген сияқты. Осы балансты қалай ұстауға болады? Кометаның өзін аспаннан келген үшін адамдар оны қасиетті қылса, сонда аспаннан жұмақтан келген әйелдер қасиет жоқ болса, бір қарасаң андай қиды бір әседі ба андай. Әбден может білмеймін, бұрында енді наоборот біздің ертегілерде осындай оқиғалар көп қой. Пайғамбар хадисінде бар ғой, кейде ішімізде шаянды ма өлтіретін кезде бірінші Аллаға разы үшін кетіңдер деп айтты екен, мұсылман жын бауырларым болуы мүмкін деп айтты. Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгін офлайн подкасттың екінші түсірілімі. Яғни бұл офлайн подкаст, кәдімгі подкасттың айырмашылығы, бұл жерде біздің қонақтарымыз болады. Әрине бұл экраннан тыс сіздерге көрінбейді, бірақ көшеде қонақтарымыз келіп отыр. Офлайн подкасттың бір ұтымды жері, сіздің сізге кездесе алмай жүрген оқырмандар болса, солар келіп өзін прямой сізбен жаңағындай тікелей сұрақтарын қойып, өзінің андай бір жағынан сізбен кездесіп те көргісі келетін кісілер бар. Соларға өте тиімді, ұтымды жаңа подкаст болады. Рахмет бізге. Ассалаумағалейкум, сіздерге де рахмет. Тараздан келіп отыр екен мысалға, ұзақтан. Тараздан келіп отыр бірнеше. Сіздерге бәрі өткенде де келді біраз кісілер. Алғашқы офлайн подкаст негізі өте жақсы болды. Өте жақсы. Ол үшін біздің алғашқы не болды да? Жасап көрген нәрсеміз қалай болады екен деген сияқты. Сөйтіп бұны екіншісі шығып отыр. Алла қаласа. Енді оған қарағанда адамыз, но жаңағы ол кісілердің ниетіне байланысты жасап отырық. Негізі біз ұстаз қаламаған едіңіз ғой, адам болмаса екен деген сияқты да. Мен ұстазға өтініш қылдым да, осындай кездескісімен тікелей кездескісетін адамдар көп деп. Сондықтан осы нәрсені жасаған болады. Өйткені кісілердің келгені жақсы ғой енді, бірақ енді тосыннан сұрақ болса жауап бере алмай қаласың деген қорқыныш бар. Оған қорқыныш бар. Ілім жетпейді, мүмкін тағы біраз оқу керек па деген әңгіме. Оған біз қорықсақ болады да, мысалы, біз қорықсақ болады. Сіз енді қанша 30-дан астам кітап жазып тастаған адам. Бірақ сонда да келем деген кісілерге есік ашық. Мәулананың сөзі бар ғой. Мәулана айтады, ол біз қазақ деп отырмыз, түркі деп отырмыз. Ол Мәулана түркі болмақ, қандай мұсылман болсаң да, мұсылман болмай ақ қой дейді. Қай діннен болсаң да, қай діннің өкілі болсаң да, тіпті адам болсаң болды дейді. Адам болсаң болды, кел дейді. Есігім әрқашанда ашық. Кеше зиярат етіп қайтқанымызда сол кәрісі де жүр, орысы да жүр. Сіз Анталияда шейх Мәуланаға барып келдіңіз ғой? Мәулана деген ұстаз сол Мәулана Руми ма? Мәулана Руми ма? Сол жүрген. Анталиядағысы ол енді кейіннен өзінен кейінгі бір екі ғасырдан кейін құрылған дәргах қой. Анталияда дәргах. Анталияда 2200 жыл бұрын дейді, жыл санаудан бұрын дейді. Алғаш рет сол мемлекет құрған кезде патшасы айтқан екен де, бір жердің жәннатынан маған бір сарай салыңдар деп. Сол жерге салған екен де. Кейіннен ол сол жерге теңіздің жағалауында дәргах құрылған да. Мен Мәулана Румиді цитаталарынан танимын да. Орысша цитаталар шығады ғой интернетте. Содан танимын. Руми деп айтады. Руми деген кафе бар. Содан танимын, бірақ ол кісінің кім екенін білмейді екенмін, шын айтамын. Ол кісі Мәулана деген Жәлелетдин деген кісі кезінде осы біз жақтан кеткен. Әкесі ертіп алып, Шыңғыстың шапқыншылығы ғой, моңғол шапқыншылығы. Сол кезде сол жақ кеткен. Бірақ негізі кеткенде ол шапқыншылықтан бір қашып кеткен жоқ, бір арнайы сол аянмен кеткен ғой енді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның ұрпағынан болады, Хазірет Хусейннен тарайды. Сол жерге барып, баласы өсіп, ілім алып, кейін үлкен ғұлама болады. Үлкен ғұлама болып жүрген уақытында ғұлама болып жүреді кәдімгідей, сол академик бүгін тілмен айтқанда, профессор академик болып жүреді. Тура имам Ғазалидің кезінде сондай болғанда, руханият көп мойындай бермейді жаңағыдай. Ширкәу ете бермеңдер деген сияқты жаңағыдай бүгін тілмен сендердің айтқанда да жаңағыдай да руханияттың несін былай қарағанда ихсанды көп біле білмейді да. Ихсан бүгінде кейде ширкәу етеді жаңағыдай.
сол жақта да ол кісі де сол заманда сол қатты қарайды, шариғатқа қарайды, сөйтіп жүреді. Имам Ғазали де солай болған, Мәулана да солай болып жүрген уақытта қағанағы қарқ, сағанағы сарқ, мүриттері көп, халқын бір сыйлайды, жаңағыдай атақты жұлдыз сөйтіп жүргенде бір жақтан жаңағы Шәмс Тибризи деген бір кісі келеді ғой. Біздің тілмен айтқанда дуана кісі сияқты болып келеді, қарапайым. Мәуланамен жолығып, сіз кімсіз десе, мен сенмін дейді ғой. Сен жөндеуге келдім дейді. Сөйтіп екеуі отырып алып, бөлмеден шықпай, күндер бойы, айлар бойы сөйлеседі. Бір қараса, Мәулана айналып жүр дейді. Айналып жүр. Өйткені оны ана қазақтың әжемнің ұршығы дегенмен салыстырдық қой. Сонда Ғазіреті Мәулана бір деректі айтады. Бала күнінде әжесінің қасында отырады екен. Бәлкім сол кезде біздің елде болған болу керек, байлықта болып туған ғой. Бәлкім ауған баяғы Байшуар, Алпамыс Байшуар деп аты. Сол тұрған жерлерде балық сол маңайда ғой, ауғанның жерлерінде. Сол жерде туылады ғой. Соның бәлкім әжесі сол жерде болған болу. Сонда әжесі ұршығы еріп отқан уақытта сол әжесінің ұршығына қарайды екен да. Әжесінің ұршығы айналады да. Содан кейіннен ол үлкен болып өсіп, Шәмстен сабақ алған кезде, Шәмс караматын көрсеткенде, бүкіл ғаламзаттың айналып тұрғаны ұршық сияқты айналғанын көреді. Галактика жібі көрінбейді. Бірақ негізі жібі де бар өзі, өйткені әлемнің де былай қарасаң да, өйткені жібі не десең, әлемнің жібі мысалға Қағба да, мысалға. Қағба дейді, ол тек ол біздің көрген ғана емес, ол біз көрінбейтін бір ұзын бар не дейді. Бір жіп сияқты нәрсе дейді. Оның Байтул Мағмарға дейін жалғасады дейді. Сол періштелер аспанда жүріп алып Қағбаны айналып тауып жасайды дейді. Айтады ғой. Сонда кейбір көзқарас бойынша сол ғаламыз сол мынау құс жолы барлығы сол Қағбаны айналады дейді. Өсті айналған сияқты, ұршықтың жібін айналған сияқты. Соны Мәулана кейін қараса, сол каинаттың, ғаламзаттың ұршық сияқты айналып жатқанын көреді. Сөйтіп ол да айнала бастайды. Сонда түбі баяғы әжесінің ұршығынан басталып тұрған әңгіме. Енді осындай ілімді алып, кейіннен ол рухани ихсанға қарай өтіп кетеді, Шәмс Тебризи арқылы. Содан көптеген европалық христиандар, басқалар, бүкіл діннің өкілдері, бәрі жер бетінде адамзат қазір осы Мәулананы іздейді. Өйткені бүгінде сен тілмен айтқанда психологиядағы көптеген айтып жүрген әңгімелердің сол психологтарың, сен жаңағыда Европаның психологтары, орыстың психологтары осы Мәуланадан алады. Өйткені Мәулана тікелей солардың тілімен, былай қарағанда жалпақ тілмен адамзатқа бір ортақ бір тіл бар дейді. Ол қандай тіл дегенде? Ол арождан тілі дейді. Әр адамның арожданы бар. Сол арожданның өзінің тілі бар. Қандай тіл бар? Ақиқат тілі бар. Мұсылман болсын, кәпір болсын, барлығында бір тіл бар, ортақ. Ол арождан кеңістігіндегі тілді. Олардың тілінде бәрі бір тілде сөйлейді. Әрбір адам бір-біріне адам ретінде, бір-біріне адам ретінде қарайды, бір тілде сөйлейді. Ол арождан тілі да. Арождан тілі тереңдейтін болса, ол қазақша айтқанда әлімсақ тілі. Қашаннан бері мұсылмансың дегенде, сонау әлімсақтан Алла Тағала жаратқан, Аллаға бас иді, содан бері. Тағы бір тақырыптан бөлек сұрақ қойсам бола ма? Сіз всегда қашан сізді шақырсам, всегда айыңызбен келесіз да? Неге айыңыз всегда айыңызбен келесіз? Всегда мысалы қыдырсаңыз да әйелім продюсер ғой. Осы менің жалпы бұл сахнаға шығамын да мен ойлаған жоқпын. Сахнаға сені мен шақырғанда мен сахна баяғыда 2000 жылдар көп шығатын ол. КТК дейді, анау дейді, Қазақстан канал дейді, солар бермейтін да. Кейін шықпай кеттім да. Содан сендер шақырғаннан кейін мен жоқ, керек жоқ деген. Бірақ осы әйелім, жарым көндірді. Содан сыртыма қарап жүрді, бақылап жүрді. Продюсер болып жүрді. Одан кейін енді әрине әлем деген ол Құранда да Рум сүресінде
жер бетін кезіңдер аралаңдар дейді. Курсировалар. Жүрудің аралау, ерлі зайып болып аралау. Хазіретті Адам ата мен Хазіретті Хауа ананың жерге түсіп аралаған сияқты бізде сол. Ата әжеміздің сүннетін орындаймыз да. Мен енді сіз енді Нұрбаракин профессор ұстаз несі. Мен осы уақытқа негізі тақуалықты бүйтіп ойлайтынмын мынандай. Әйіңді көрсетпеу деген сияқты да. Енді бізге қазіргі түсінік сондай ғой енді. Әйіңді көрсетпеу керексің, әйіңді үйде ұстау керексің деген сияқты. Контроль деген сияқты да. Соны қазір енді абьюзер принцип деп шығарып отыр ғой. Енді ол радикалдардың түсінігі да. Мысалға дұрыс емес пе сонда? Әйел дегенді үйренетін болсақ, жалпы өзі мұсылмандық пайғамбарымыз исламды алып келді да. Дұрыс па? Ислам бар. Сен сияқты радикалдар ойлайды, исламда әйел төмен. Құранда да кейбір аяттарды алып, әйелден қарағанда еркек жоғары деген бір аяттардың мағынасын солай көрсетіп қойды. Негізі жоғары деп тұрған жоқ. Ол жақта әйелдің өзінің ерекшелігі бар, еркектің өзінің ерекшелігі бар деп айтады да. Еркектің ерекшелігі бала шағасын асырау. Әйелдің ерекшелігі сол отбасында мейірім көрсету дейді. Анасына, баласына мейірім көрсету дейді. Енді ислам дейтін болсақ, ислам әйелдің төмен дейтін болсақ, әйел төмен бе, еркек төмен бе, соған қарап көрейік та. Исламда өзі кім төмен өзі? Әйелдің бетегесі жоғары ма, еркектің бетегесі жоғары ма? Аналар туралы айтылған хадистер көп қой негізі. Себебі әкелерге қарағанда да. Өйткені енді ислам келген уақытта ең алғаш рет кім мұсылман болды да? Еркек мұсылман болды ма, әйел мұсылман болды ма? Хадиша анамыз. Хадиша анамыз мұсылман болды. Сондықтан Хадиша анамыз пайғамбарымыз бірге жүрді ме, жүрмеді ме? Жүрді ғой. Жүрді ғой. Хадиша анамыз Хира үңгірінде болған уақытында Хазіреті Хадиша анамыз күніне бір рет, кейде 2 рет азық тасыды дейді. Сонда үйінен шығып тұрып көшеде жүр ғой. Одан кейін Хадиша анамыз үйде тұратындай кісі емес ол. Ол миллионер кісі болатын ол. Заманның миллиардері болатын ол. Үлкен бір кәсіпкер болатын. Сондықтан исламда үйренем дейтін болса, ол Хадиша анамызға қарау керек. Сондықтан ол әйелімді сол жақында Хадиша анамызбен сырлас деп Хадиша. Неге сырлас дейді? Өйткені сол Хадиша анамызбен сырлары бар да, секреттер бар да. Сырларын түсінсе, сонда әйел өзі өмірде тұлға болып қалыптасады. Өзін тұлға сонда екен ғой деген бір сенім пайда болады. Сол жақында сіз бүгінде мысалға сендер айтасыңдар радикалдар мысалға. Еркек әйелінің разылығын алмаса, әйел еркегінің разылығын алмаса, жұмаққа кіре алмайды екен деп. Манипуляция. Сосын мені кеше қызым сұрап, маған қыз көке сондай ма дейді. Мен айтам, әйелдің разылығы ше деймін. Әйелдің разылығын алмай, еркеге жұмаққа кіре ала ма екен деймін. Ақысы бар ғой, ақысын бермей. Мысырдың ғұламалары болған доктор айтады, жаңағы атақты ғұламасы. Ғұламалар айтады дейді. Бір еріксі түнде үйіне келген кезде, үйіне беймезгіл келіп, есігін тықылдатса, содан үйінде жалғыз отырған әйелі секем алып қорқып қалса, осы қылығы үшін ақыретте Алланың алдында еркеге есеп береді дейді. Вообще қорқытпау керек. Соға дейін ба деген ғой. Енді Алла Тағала әйелді аманат қылып берді. Қорқытқанның өзінде солай тақылдатқанның өзінде есеп берсе, күнә болып жатса былайша алғанда, ар жағын өзі ойлай берді. Сен біреу мысалға жай сен бір банктен машина алдың да, дұрыс па? Бір кредитке машина алдың, дұрыс па? Бір ай қалдың. Бір жерін ұрып апарып берсең, сен саған басынан сипамын банк. Төлетеді ғой. Төлетеді ғой. Төлейсің, қамаласың. Ал енді сен біреудің қызын аманатқа алып алсаң, оның Алланың алдында есебі болмай ма? Банктың алдында есебі бар, Алланың алдында есебі болмай ма? Сондықтан ең бірінші мұсылман болған кісі ол Хадиша анамыз еді. Хадиша анамыз болды өзі үлкен кәсіпкер, миллиардер, сөйтіп пайғамбарымызға жәрдем береді. Ол ислам болу, мұсылман ислам келмей тұрды, ол пайғамбарымыз сол исламмен жаңағындай Хирада барып, солай көшеде жүр. Көшеде жүр Хадиша анамыз. Одан кейін көшеде жүр, одан кейін бүкіл байлығын барын сондықтан. Одан кейінгі Фатима анамызға қара, одан кейін Хазіреті Айша анамызға қара. Айша анамыз ол
өз заманында пайғамбарымыздан кейін біздің тілмен айтқанда үлкен бір академиялық не құрған, жаңағыдай ілім орталығын құрған, сахабаларға сабақ берген. өткенде сонда осы жерде пайғамбарымыздың жарлары үйінде отыр ма, қамалып? Біреуі ілім беріп, ілім ғұлама болды, біреуі Хазіреті Айша анамыз, біреуі жаңағыдай үлкен бір олигарх болып отыр, біреуі Фатима анамыздың олда ол жөні ерекше. Мысалы кім енді сен кімнен сонда қара, мынау бүгінгі арабтардың жаңағыдай бет аузын тұмшалап көзін қап-қара қылып жаңағы сөйтіп жүрген жаңағыдай солардан өнеге аласың ба? Білемін ғой сен радикалдарды, әйелін үйіңе тығып қоясың да, бірақ көшеге шыққанда автобустың ішінде пробкада, базарда әйелдермен бірге жүресің. Қалай болды? Еркекпен әйел базарда бірге, қап-қара киінсе де автобуста бірге отыр, жаңағыдай базарда бірге жүр, басқа жерде бәрі бірге жүр. Былай қарағанда үйіңе барып тығып қоясың. Ешқан не жоқ қой? Логика жоқ қой. Ақыр тығып қойсаң шығармаса енді, көшеге шығармаса. Логика жоқ. Дұрыс емес, иә. Әртүрлі жерден келген дұрыс емес түсініктер ғой. Яғни еркек жер бетінде халифа болып түссе, әйел де халифа болып түсті ғой. Әйелдер халифа емес па? Енді только еркек халифа деп ойлап жүрмін ше. Егер еркек халифа болатын болса, онда әйелдер балиғатқа толмайтын қатар саналып, олар тікелей бәрі жұмаққа кіру керек. Егер олардан сұра алатын болғанына қарағанда, олар да халифа да. Сен сұралады екенсің, халифа боласың. Олар да сұрады, халифа болмаймын сонда. Тепе-тең жоқ қой. Сонда сенің түсінігіндегі ислам, ол сенің ұғымыңдағы ислам да. Ол шынайы Алланың исламы, пайғамбар салам түсіндірген ислам емес. Осы жерде тағы бір өткенде бір жерден келе жатып бір күшті нәрсе айттыңыз, осы әйелге қатысты ше. Күшті осы жерде есіме түсіп тұрды. Маған сол андай миымда бір жарылыс болды. Әйелді сұрадым, әйелді туралы қалай деген сияқты. Сол кезде сіз айттыңыз, әйелдер ол инопланетян ғой дедіңіз ғой. Қалай ол деді, соны айтып беріңізші сіз. Әйелдер инопланетян ғой. Өйткені адам атаны Алла Тағала жерден жаратады, топырағын жерден алдыртады. Қай жердің топырағы? Сол Меккенің топырағы да жаратады. Соны алып, мынау көкілдашының тәпсірінде айтады, минада қойып қойды дейтін. Жаңағыдай балшықтан жасағаннан кейін сол Хазіреті адамның сол балшық мүсінін сол жерде кептіртіп, содан жел соғып тұрды. 40 жылдай сол жерде тұрды дейді. Минада тұрғанда, минаның топырағынан сол жерден алған да. Содан оның қалған бетіндегісінде құрма жасады дейді. Құрмада сол адамға ұқсайды, организм. Сондықтан сол жерден Хазіреті адам ата, яғни ер кісі, сол жерден Құдай Тағала жаратады. Хазіреті Хауадан қаяқта жаратады? Жерде жаратты ма? Сол жәннатта жаратты ма сонда? Өзің қалай да ойлайсың, қаяқта жаратты? Білмеймін, аспанда деп ойлаймын өзім. Білмеймін, енді аспанда шығар. Жерде емес ау. Жерде емес қой, аспанда. Иә. Егер аспанда болса, яғни жаннаттың о жақ бұл жағы ғой да, негізі жаннатта жаратты да. Иә. Адам алейхисалам жалығады, сол кезде сұрайды ғой, серік. Жаннатта, хадистерде жаннатта деп айтады ғой, жаңағыдай хадисте. Жаннатта деп айтады ғой, жаңағы имам Бұхари емес ол хадисте. Сонда сол жаннаттағы Хазіреті адам жалғыз болды, содан жаңағы қабырғасынан жүрек тұсында қабырға жаратты деймін хадисте бар ғой. Жұмақта деп айтады. Иә. Енді бірге жұмаққа кірдім деген аяттар бар, бірақ бәрі сол жұмақта деп айтады. Яғни сен тілмен айтқанда аспанда жаратып тұр ғой енді. Иә. Жерде жаратып тұр. Дұрыс па? Егер ол аспанда жаратып тұрса, ол жерге түссе, жерге түскен мынау бір кометаның өзін кеше бір көрдім, жерге түскен комета екен. Соны әлі соқпай үшін соны барып тауып етеді екен де, адамдар, туристер барып соны. Тәуіп етеді екен де. Көрдің ғой енді. Енді бір қарата әшейін бір жай ғана аспаннан түскен комета тастың өзін солай тәуіп етіп отыр. Солай ба? Иә. Ал енді жұмақтан келген қара тасты келсе, көбісі ақ тас болған, кейін қарайтып жүрген адамдар көресің. Оны барып, соны барып бір сүйгенге елдің бәріне келіп жаңағыдай өзін жырғып айтып, блогер болып, біраз подписчик жинап аласың жаңағы. Қара тас сүйдім деп. Солай емес па? Өзін қарайтып тастаған сенсің да, баста ақ тас болған да. Енді сонда қара тастың өзінің сондай бір қасиеті болса, жұмақтан келген үшін, жаңағы кометаның өзін аспаннан келген үшін
адамдар оны қасиетті қылса, сонда аспаннан жұмақтан келген әйелдер қасиет жоқ болса, сол жақтан жаралған. Сондықтан олар инапаядан болады да. Сондықтан ер кісілерде сезім болмайды, өйткені топырақтан жаралған ғой. Олар және химия, физика, математика, биология соған құмар болып мықты болып кәсіп жасағысы келеді. Осы дүниеде қалғысы келеді ер кісілер да. Сезім аз болады. Сезім шамалы бар, өйткені жұмақта болды ғой, сондықтан сезім бар. Әйелдер ол жұмақта жаратылғаннан кейін ол тұтастай сезімнен тұрады. Сіз есіме түсті. Ақылы аз деп тұрғанда ол ақылы аздығы емес, сол сезімнің басымдығы да, яғни жұмақтық сезімнің басымдығынан оларға не үшін ақыл керек анда? Жалпы ақыл деген нәрсе керек пе, керек емес пе? Білмейміз. Жүрек, ол Абай айтады, ақылдың өзі жүрекке бағыну керек дейді. Солай емес пе? Абай айтады. Қайрат, ақыл ол жүрекке бағыну. Жүрек сезімнен тұрмай ма? Сезімнен тұрады, иә. Солай ғой. Пайғамбар саллаллаху жүрек түзелмесе адам түзелмейді дейді. Мен есіме түсті. Не үшін бұл сұрақты сұрағаным ше? Әйелдер меркантильный деп айттым ғой. Көп дүние қалайды, көп алсам екен, көп андай. Бір машинасын тағы машина, бір үй тұрсаң, одан да күшті үйде тұрғысы келеді сияқты да. Сөйтіп айттыңыз, олар жәннатта жаратылған ғой дедіңіз ғой. Жәннатта олар андай үйреніп қалған дейді айттыңыз ғой. Үлкен бірінен кейін бірін тегін қалап ше андай. Үйреніп қалған, и сол мінезімен жерде жүр олар деп. Орыстарда айтады, кровь это небода дейді мысалға да. Кровь это небода. Қан тартады дейді да. Сол жақта Хауаны әйелі заты болып жұмақтан жаралғаннан кейін ол жұмақтың өзіндегі нәрсенің өзін аз келіп оған ана ағашты барып жектейді ғой. Ағаштан басқа жеміс тұрған жоқ па? Тұр ғой. Жоқ, ана ағаштан. Жемей ақ қойсақ басқа десе, жоқ, соны жейміз дейді. Алла тағала оны рұқсат бермеген десе де, соны көрейік. Сол маңызды болып тұрады. Басқа ағаш жоқ. Енді сол сезім бүкіл әйелде бар. И это нормально, да, ол? Олардың мінезі. Ол еш уақытта тоймайды да. Неге? Өйткені сол бір көргеннен екінші көргісі келеді. Жәннатта жаратылған. Солай жәннаттағы. Өйткені жәннаттағы нәрсе, мысалы жәннатта былай дейді, Құранда аят бар, уту бихи муташабихат па, қалай аят бар сол. Ұқсас. Уту бихи муташабих. Ұқсас дейді да, ұқсас дейді. Неге ұқсас дегенде, осы жер бетінің жемісіне ұқсас дейді, екінші недесінде былай деп айтады. Яғни бір жемісті жеген уақытында сол жемістің екінші қайтадан өсіп шығады дейді. Соны жесең, ананың дәміне ұқсайды, бірақ одан да дәмі мықты болады дейді. Оны жесең, келесі үшінші алманы жаратады, ол одан да дәмі мықты болады. Яғни бір-бірінің дәмі ұқсамайды дейді. Бір дәмі жақсы болады, ол екінші онан да жоғары болады дейді. Бүкіл жәннат осындай негізі. Сондықтан осы қасиет әйелдің мойнында бар, әйелдердің мойнында бар. Өйткені жәннаттан келді. Сондықтан ол бір нәрсені көріп алып, онымен тұрғысы келмейді. Ана алды ма? Жоқ, бұл керек емес дейді. Ауыстырып басқасын алғысы келеді. Оның қанағат жоқ па деп айтасың. Қанағат ол бізге керек нәрсе да. Олар өздері сол сезімді алып алғаннан кейін сөйтеді да. Пайғамбар саллаллаху сондықтан өзінің әйелдерді солай жақсы қараған, өзінің қыздарын несін Хазірет Фатима анамыз мысалға еркелетіп қара басқаларды. Қазақтың да біздің бабалардың қыздарын мәпелеп жаңағыдай еркелетіп бүкіл ауыздан не шықса соны айтқанын істеткізіп өсіретін. Осы Хазіреті Хауа анадан қалған сипаттарға құрметті. Алланың берген жаратылған. Адам ол еркек кісі болса, ол сенің үйің бәрі ремонт жасамаса да, құлап қалса да, бір шетін басын қойып жата бересің. Бір адам бір күні мынандай әңгіме болды. Бұрынғы адамдар 1000 жыл өмір сүреді деген дейді. Сонда бетінде мынандай бір үй жасап қойып ұйықтап отыр дейді. Сол заманның пайғамбар келіп сұрап дейді, үйім ғой деп ойлайды. Үйің дұрыстап, үстін мынандай қылып жабатындай қылып. Өзім 1000 жыл өмір сүремін. Оны не қыламын деп ойлайды. Ақыры соны айтады дейді, кейін бір заман келеді, осы заман меңзеп та. Олар 100 жыл өмір сүреді, ол заманның еркектері. Бірақ 1000 жылдық үй салады дейді, бетоннан бомба қирамайтын үйлер салады дейді. Сонда қарап тұрсаң сол еркектер солай болады. Бірақ еркектердің бірақ несі қырсы, дүниеге деген қырсы, жаңағыдай махаббаты ол әйелдерден бірақ артық болады. Әйелдерге ол
алтын берсең де ол келесі алтынды көте береді да. Бір еркектер сол алтынды алмай ол жабысып қалады. Қайтып оны ешкімге бергісі келмейді да. Сосын жер бетінде олар билік қылғысы келеді. 90-ға келсе де қайтадан сол билікке барсам дейді. Сен кеше пенсияға шықтың ғой, 63-те пенсияға шықтың ғой. Бүгін 65 шам қаншада шығады десе де жоқ. Мен қайтадан министр боламын, қайтадан президент боламын, қайтадан патша боламын деп. Сөйтіп соның бойында 100-ге келсе де оның бойында тұра береді дейді. Неге? Топырақ жер бетінде жерден жаралған да. Өлгісі келмейді. Еркісі өлгісі келмейді. Неге? Өйткені топырақ үшін жаралған. Өзім үйім, өзім жерім, соған ие болғым келеді, билегім келеді дейді. Әйелдер олардың биі бөлек та. Еркектің биі бөлек, әйелдер оны билегісі келеді. Олар билегісі билейді, еркектер билеме дейді мысалы. Еркектер басқаша билегісі келеді да. Олардың биі басқа кетіп қалады. Енді күшті сұхбат болатыр. Мынау оқырмандарға да не берейік. Сұрақтарыңыз болса, айтсаңыз болады. Микрофонға жақындап. Ассалаумағалейкум ұстаз. Алдында сіз бір подкаст болды ғой, 2 подкаст. Сол кезде айттыңыз ғой. Насреддин мен кімге Бауыржанға 40-қа келгенде нағыз мұсылман боласыңдар деп ше. Сол нені түсіндіріп берсеңізші жақсы болатын еді. Сол сұрақ мазалап жүр да. Ол қалай 40-қа келгенде мұсылман болады деп, или пайғамбарлық сол уақытта берілгеннен кейін ба? Соны бір айтып өтсеңіз. Хазірет Хасан Басри'нде сөз бар, бойдағы жігіт үйленбейінше тақуа бола алмайды дейді. Үйленгеннен кейін бар, ол тақуа бола бастайды дейді. Иманы жарты. Иә. Ал иманды, бұл иманы толысу үшін олаған пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға 40-та пайғамбарлық келді ғой, соған ишарат бойынша сол 40-қа келгенше адам өзі толмайды. Ылғи да ізденіс үстінде болады, жаңағыдай кейде күмән үстінде болады, басқа болады, әртүрлі болып сөйтіп жүреді. 40-қа келгеннен кейін ол жан-жағын көреді. Жаңағы Абайдың да, Хакім Абайдың өлеңінде қартайды, қарға ойнадық, ұлғайды армайын деп өтқаны, сол қайғы ойлағаны 40 жасында болған еді дейді сол уақытта. Өзі 59 жасында қайтыс болды мысалға. Сонда сол ер кісілерді жалпы жастар да сол 40-қа келмейінше өзінің кемелдігіне келмейді. Өйткені жас уақытында жастарда сезім басым болады да. Сезім. 40-қа келген уақытта сезімнен қараған уақытта ақыл, жүрек сол алға шыға бастайды. Ақыл енді ол жүрекке бағына бастайды. Ақыл мысалға адамның үйдегі бір жас жігіт сияқты, жүрек үйдегі бір қария сияқты. Ол қарияны тыңдамайды да баста. Ата қойшы, ата қойшы. Ол сіздің заманыңызда ғой. Кейін атасының жасына жақындаған уақытта атам сол кезде дұрыс айтқан екен, Сонда бүгінгі жастар андай, бүгінгі жастар мынандай, 40-тан кейін өзіңді солай әңгіме айта бастайсың да. Мұнда өзімді көрдім да, өзім өмірде көрдім. 90 жылдардан бері, ол 80 жылдардан бері сол діннің мәселесін қарап жүрсің Қазақстанда. Әсіресе 90 жылдардан кейінгі дінге бет бұрып келгендерді былай қарасаң, алғашқы кездерде сол асып төгіп қырып, елдің бәрі қырып, ислам болу қойған деп отқандардың көбісі қазір мысалға мен 60-тан асып кеткендер, олар сол мысалы бір уахабистер бар еді, қазір енді олар 60-тан асты. Сол 40-тан кейін-ақ сол шашылып қалды соларда, 50-ден кейін-ақ шашылып, өз-өзімен келіп айтқан сөз бар маған. Мен өзімше дін деген анау, дін деген мынау елдің бәрін шулатып, айғайлап, тауқид деп жүрсем дейді да. Дін деген ол мейірім екен ғой дейді. Енді дәл қазір дейді, өзім бала шағама мейірім көрсете алмай отырмын, өсіп кетті дейді. Мен көшеде айғайлап жүрсем, үйде бала шағам өсіп кетті дейді. Мен бала шағам мейірім көрсете алмаппын. Дін деген мейірім екен ғой. Сол уақытта бір кәдімгідей жалындап тұрған хит уақытшылар еді заманында. Қазір оны ешкім де алмайды да. Эмоция ғой, 40-қа дейін эмоция. Сол сияқты оның өз басым осы уақытқа шейін енді ұстаз болғаннан кейін көп көрдім да. Көп небір жалындап тұрғандар бар, бір айтасың, ей сен шамал баса салсай, қатты кетіп қалған жоқсың ба? Дін бұлай емес қой, сен дінді не қылдың? Деп айтсаң, жоқ, сен білмейсің, бұлай тұр, мен халыққа танытам деп жүріп, ең соңында өзін ұмытып кеткен да. 40-қа келгеннен кейін бір жан-жағына қарап, 40-қа келген шәкірттерім де бар қазір. Жаңағыдай қолына тәсбихін алып, зікір айтып,
өйткені сен біреуге барып ақыл айтасың, өзінше құдай танытамын дейсің да, негізі ақыл айтып жатқан жоқсың оған, просто өзіңе реклама жасап отырсың да. Осындай, в общем, діннен осындай мықты білетін адам мен негізінде, мені таныңдар, мен құдайды айтамын, құдайды тану арқылы мені тану. Негізі құдайды көп тануымда қажет жоқ, мені таныңдар деген нәпсің бар да. Нәпсің бар. Егер сен баяғы, біздің баяғы кезіміздегі комсомол заманында болсаң, 80-ші жылдары, ол кезде сен комсомол боласың да. Партияны тану керек, Ленинді тану керек деген нәрсені айтады да. Заман осындай болды, солай болды. Оны тақлиди иман деп айтады, Хакім Абай айтады. Шынайы иман емес дейді. Шынайы имандар, олар халыққа уағыз айтпайды. Олар өздеріне уағыз айтады. Өзіне уағыз айтады. Нағыз шынайы уағыз айтқың келсе, сен өзіңе уағыз айт та. Сол халыққа қатты әсер етеді. Біздің жас кезімізде қария кісілер болды. Олар уағыз айтпайды, уағыз айтпайды. Ол тек сол көшеде кетіп бара жатады. Ассаламу алейкум салам, ата қалайсыз? Уағалейкум салам. Соған батасын береді. Қалтасынан бір кәмпетін шығарып береді. Солмен біз сол жүрегімізге осымен иман ұялап кеткен. Солардың жүрісі, солардың отырысы, әжелердің отырысы, олардың үстіндегі иісінің өзі, хош иістердің өзі бір жұмақтың иістері дейді. Жомарт болатын ғой. Одан кейін жомарт болады. Олардың жомарттықтары. Олар еш уақытта уағыз айтпайды. Олар еш уақытта бізді тозақтан қорққан емес. Тозақтың бар екен деп, тозақ деген бір ертегілерде ғана еститін ғой, былай қарағанда. Ол жаңағыдай тозақ дейді, ұжмақ дейді, сондай бір сөздер бар. Бірақ негізінде ол ешқандай Ясауи бабамыздың хикметтерінде бізді тозақтан қорқытқан емес. Біздің бабалар тозақтан қорқытып, сені Құдай тағала отқа жағады деп айтқан емес ол. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, ана баласын отқа жаға ма дейді, жақпайды. Құдай өзінің баласын хаша өзінің қолын қалай отқа жағады дейді. Ана өзін жақпайды ғой дейді. Бірақ адамдар өздері түседі ғой дейді. Менің мысалым түнде от жаққан адамға ұқсайды. Түнде бір адам от жақса, көбелектер бар, отқа түседі дейді. Соны ана адам барып көбелектерге түспеу үшін қолын қағайды. Менің де мысалым сол сияқты дейді. Пайғамбарлар бірақ мақсатпен жіберген, Алланың мейірімін танытуда. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүйіп, Алланы жаңа абай айтқан сол. Жалпы өзі Алла тағаланың жаратылысы мақсаты адамзатты өзінің адамдарға деген махаббатын танытуда. Сол махаббатыма жауап бер дейді. Ана баласын туады, баласын туудан мақсаты не? Өсіру, оны қағу ма? Ол емес. Өсірсең ол бұрын кетіп қалады. Тек қана махаббатын ғана береді ана. Әке де оған махаббатын береді. Сол қайда жүрсе де, кейін ұядан ұшып кетсе де, сол махаббат оның жүрегінде мәңгі сақталып қалады. Әйтпесе сенің бала шаға сен қасында қалмайды ғой. Онсыз бір жастан кейін садикке беріп жібересің, көрмейсің балаңды мысалы. Сонда сенің ана әке шеше болуыңдан мағына не? Бүгінде Қытайлар шығарып жатыр дейді мысалға да, қаншалықты ана тумайтын болып та, сол жаңағы роботтар туады екен баланы, роботтар туған, ол әңгіме мақсат ол емес қой. Мақсат оның ананың өзі туып берген, жаңағы 9 ай көтеріп, сөйтіп берген соның махаббатында ғой. Әшейін туа салып ала саған бала, ол саған махаббат болмайды ғой. Ода махаббатын бере алмайсың. Сондықтан да толғақты сол үшін берген Алла тағала. Сол махаббатты сезіндіру үшін берген. Қиыншылықтың бәрін сол үшін берген. Сол сезімді сездірту үшін берген. Болмаса сезім ғой бәрі. Бұл өмірдің мағынасы сезім ғой. Сезіну ғой. Бүгінде адамдардың көбісі адасып жүретіні осы сәтті сезіне алмай құриды ғой бәрі. Я болашақпен уайымдап жүреді, я өткен шақта сөйтіп ғой. Сондықтан әйелдер Құдай тағала сезім беру арқылы осы сезімдерді өзінің жаңағыдай жарына, күйеуіне сездіртсін деп береді ғой. Оның несі сол да. Еркектер бәрі жүре береді. Осының бәрін 40-тан кейін түсінеміз ғой да, былай айтқанда. Жас керек бәрі, оқыту керек. Соған біраз шама не керек та. Сен буының қатаймағанда, мысалы қазір саған айтқанмен көшеде бір нені көрсең, шауып баратын атты көрсең, соған артынан ілесіп кете бере саласың да. Біреу біресе десе соған еліктеп кете саласың да. Буының қатаймағаннан кейін солай басыңды әр тасқа бір ұрып, елдің бәрін тозақпен қорқытып сөйтіп жүресің. Елдің бәрін тозақпен қорқып, біразын сол діннен шығарып жібересің. Сөйтіп өзің 40-қа келгеннен кейін, окажется, дін деген мейірім екен, білмей қаптым дейсің. Онымен бірақ шектелмейді, ертең ары бетте тозақ, сен үшін тозаққа кеткендердің бүкіл ақысы сенің жағаңа жабысады.
ол тозақтан қорқыта беру жалпы да Алланың рахмын айтып отыр ол Құдайды бір залым ретінде көрсетеді. Сондықтан бүгінде жастардың көбісінде дінді ұстанып жүрген жастардың көбісін қарасаң, анализ жасап қарасаң, не бар екен да андай бір ішінде бір ащы өзек депрессия бар екен да. Ащы өзек. Ол неден десең сол бір Құдайды жазалаушы Құдайдың қолында бір амал жоқ жүрген бір құл болып жүреді екен да. Құл да. Құл деген сөзден қашады. Құл деген андай мағынада құл иелену үшін тек құл емес қой. Ол дос деген мағынада сөз ғой. Құдайдың досы деген мағынада сөз ғой. Сонымен шатастырып алып, жаңағыдай құл дегенде құйелі құл иеленуші ретінде санайды. Сөйтіп ол бүгінгі жастардың көбісі бүгінгі таңда жаңағыдай орамалын шешіп тастап кетіп жатыр. Жаңағы неге біреулер өткенде жаңағы бір жақта орамалын шешіп сөйтіп жүрдім. Қайтадан кейін не орамалын шештім десе бір демалғым келді деп айтады дейді. Сонда ол бір аяқ қолына кісен сап, сол кісенді шамалы бір шешіп қояйын. Кісен самасаң Құдай тағала жазалайды, арасында былай Құдайға қарсы қойын деген сөз да. Енді түсін қайда жатыр деп ойлаймын. Бөлдім Алла тағала не дейді, оның Расулы пайғамбар не дейді. Бұлар басқаша түсініп отыр. Осылайша ваххабизмнің әсері, арабтар арқылы келген әсері біздің жастарға осылай қазір түгелдей өзінің мәдениетінен де, тарихынан да, ата бабасынан да бездіріп жіберген. Былай ғана Құдайдан да бездіріп тұр. Негіз түптің түбі бұның бәрі Құдайдан бездіртуден келіп тұрды. Ваххабизмнің шығуы тегіс Құдайдан бездіру ғой. Өйткені ваххабизм түбінде Құдай сені аямайды. Басыңды шауып алады. Қит етсең басын шауып тастайды. Сені ол қамап тастаған. Солай түсініп болады. Негізі Алла тағала ондай емес қой. Егер Алла тағала ондай болатын болса, біз дәл қазір бүйтіп отыра алмайтын ғой. Алматының ішіне небір динозаврларды жіберіп мысалға да, сол сияқты жіберіп әрқайсымызды аулап, кім қайда да, Насыреттен қайдасы, оны бағана динозавр жеп кетті оны. Пробкада деп. Сол сияқты өмір сүретін адам, бірақ Құдай тағала біз өйтіп қойған жоқ қой. Жер жарылып кетіп, аспан түсіп кетіп, солай отырған жоқ қой. Екі оттың ортасында бақытты өмір сүріп отыр қой. Аспанда от, күн бар. Бізге құласа, біз құраймыз. Жер жарылып кетсе, астында тағы от бар, от қатсын. Бірақ екі оттың ортасында Алла тағала бізді осындай бір бақытқа бөліп отыр. Осындай бақытқа бөлеген Алла тағала қалай бізге жамандық тілейді. Қанша күнә жасап отырсын, Аллаға қарсы шығып отырсын, жаңағыдай да. Бірақ Алла тағала соның бәрін кешіріммен қарап отыр. Ол кеше ана жерде бір қария әкесін сабап отыр. Түркістан облысында бұл жерде. Сонда жаңа кейін милициялар келіп қолын қайырып отса, баламның қолын қайырмаңдар дейді. Ана содан өліп кетіп отыр әкесі. Сөйтіп отыр, өліп бара жатып баламды қолын қайырмаңдар деп отыр. Сонда соның мейірімі қандай? Енді Алланың мейірімін салыстырсай. Аллаға күнде адам қарсы шығады. Адамдарға да. Адамдар Аллаға қарсы шығады, күпіршілік қылады. Бірақ Алла тағала ризығын беріп отыр. Кішкене шамалы адамда бір ұят деген болу керек қой. Жаңа айттыңыз ғой сіз не деп, Алланың рахымы деп ше. Мен әжем өлім төсегінде жатқанда бір жарым жыл бұрын макро қамалдар жасайтын еді әжелер. Соны жасаған кезде қыз айтқан ғой жаңа не деп ше. Мынаны тастасай Алла сені кешірмейді деген ғой. Сен өзі өлейін деп жатсың деп айтқан ғой жаңа. Сол қайтыс болғаннан кейін бір аптадан кейін түсіне кіреді ғой жаңа әпшемнің ше. Сен кәні айттың ғой Алла тағала кешірмейді деп мені деп. Мені кешіріп жіберді деген ғой Алла тағала рахым деген ғой деп айтқан ғой. Жаңа сөзіңіздің несіне айтып отқан ғой. Соны айтып жатқан жаңағы қызы не болып тұр да, бүгінгі сенің радикал жамағатың болып тұр. Біздің ваххабистер. Тек ваххабистер ғана емес, ханафилердің ішінде де бар жаңағыдай сондай. Заманның радикалдары. Жаңа айтып қалды, тағы есіме түсіп кетті. Бір кісі андай клиникалық өлімнен аман қалған ғой. Былай айтқанда бір 5 минут өліп қайтып келген ғой. Сол кісі интервью алып жатыр да. Сөйтіп ол кісі айтады, мен андай жаңағыдай бүкіл өлген адам бір неден өтеді екен, бір каналдан. Ұзақ бір каналдан өтті. Сөйтіп бір жерге бардым, сол жерде адамдар андай бөліп жатыр дейді адамдарды. Сол кісінің сөзі ғой. И бір қыз дейді андай авариядан қайтыс болған екен.
бірақ андай жеңіл киінеді екен да, ашық киінеді екен. Сонымен көрінбейді да, оны жәннатқа кіргізіп жатыр дейді да. И содан кейін жаңағы атам шығып мен итеріп жіберді. Одан кейін мен осы қайтадан жерге келдім, оянсам мені жаңағы операциямен оятып жатыр екен дейді, жаңағы немен тоқпен ше оятып жатыр екен дейді. Соны көрдім. Сол кезде мен түсіндім, жәннатқа былай да қыздар кіре береді екен ғой деп ше, ондай. И ол қыздың несін айтады, ол анасына ма әкесіне ма, короче, мейірімді ма сондай болған екен да. Қызмет жасаған. Иә, сол үшін ана кіргізіп жатыр екен да. Сол кезде түсіндім дейді, андай оған ойланып еді, орамал тағатын қыздар ғана жәннатқа кіреді деген сияқты ше, хиджаб киеді. Соны үлкен бір сұхбат. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде бар емес пе, жүрегінде зәреде иманы бар адам жұмаққа кіреді дейді. Абу Зар сұрайды, арақ ішеді ме? Арақ ішеді. Намаз оқымаса да ма? Намаз оқымаса да. Ұрлық қылса да ма? Ұрлық қылса да. Ол жүрегінде зәреде иманы болса, яғни сенің тілмен айтқанда орамал жоқ болса да ма деген сөз ғой ол жаңағы. Ондай болса да сол жұмаққа кіреді. Арақ ішеді, басқа қылса да жұмаққа кіреді. Алла тағала сенің неге қарамайды, сенің осы киім емес, сенің иманың қарайды. Әуелде иманға қарайды. Ал ар жағы ең басы иманға қарайды Алла тағала. Жүрегіңде иманың өтсең, Алланың қалауымен соған қарайды. Ар жағы ол орамал, арақ ішу мәселесі, ол бәрі ол Алланың үкіміндегі. Алла қаласа кешіреді, қаламаса жаңағы кешірмейді жаңағы. Ол Алланың қалауында мәселесі. Алланың тірлігінде ешкім оны араласамайды. Бірақ әрине бұл жерде күнә емес деген сөз емес. Орамал тақпау ол енді шариғаттың парызы, тағу керек, ол бөлек әңгіме. Ол әркімнің өзінің амалы. Арақ ішпеу керек. Арақ ішпейтін жерсің деп қойын. Бір сахаба бар ғой тоже ана соғыста да. Арақ ішпесең жақсы онда. Дизи мизи ішіп жатқан жоқсың ба мысалы? Анасын ашамыз. Қазір жаңағы нелер арабтар халал пиводы шығарып жатыр ғой жаңағы. Темекі шығарады еще. Темекі халал. Халал темекі салат. Бізге де онда білмеймін, халал насыбай шығару керек ғой. Кімде? Қоя берсеңіздер болады. Ұстаз, сіз алдында айттыңыз ғой, бұрынғылардың жаңағы иманы таудай еді, жаңағы ілімдері бірақ тарыдай еді деп. Қазіргілердің айттыңыз ғой, ілімі таудайда, жаңағы нелері тарыдай болды. Сол яқин мен иманды қалай көтерсек болады? Яқин керек па или бізге? Оған яқин иман керек та. Ең басты яқин иман болмай, ол ешқандай өзгермейді. Яғни жүректі өзгерту керек та. Сол жүректі дұрыс өзгертпей, жүректегі яғни санадағы Алла тағала деген түсінікті дұрыс өзгертпейінше ол өзгермейді. Ең бірінші Алла тағала яқин иман қалай келеміз? Ең бірінші Алла тағаланың мейірімді екенін түсіну керек та. Бүгінде оны түсініп жатқан жоқ та. Оны керісінше жазалаушы Құдай да түсініп тұр. Осы түсінікпен сен мұсылман болғаннан кейін Алла тағала да сені осылай жазалап қояды да. Өз-өзіңмен депрессияға кіріп жүрсің. Яғни Құдай тағала, Алла тағала айтады, мені құлым мені қалай ойласа, мен оны солай қылып қоямын дейді. Сондықтан ең бірінші Алланың қандай екендігін, оның ұлылығын тану керек. Осыны танымайынша, жаңағыдай шынайы иман болып, Алланың мейірімін танымайынша, ол яқин иманға жете алмайсың. Бір жағынан мынандай ойлаймын, мысалы біз Алла тағала мейірімді, кешіреді деп танып алсақ, құсырып кетеміз ба деп бір жағынан ойлаймын да, мысалы да, күнә жасап кетеміз ба, бәрі кешіреді ғой деген сияқты. Осы балансты қалай ұстауға болады? Мысалға, салыстырып жауапсыз болсын, үйде бала болады. Ол әкесінің мейірімді екенін біледі, солай емес пе? Анасы мейірімді екенін біледі. Бірақ еш уақытта құтырып кетпейді ғой. Құтырып кетемейді. Атасының мейірімді екенін біледі. Бірақ сондай-ақ атасының асатаяғы бар екенін де біледі. Әкесінің сөзінің кейде зіл болып шығатынын да біледі. Анасының кейде шапалағы бар екенін де ұмытпайды. Сондықтан Алла тағаланы да осылай танығандықтан, Алла тағала мейірімді деген сөз, ол енді хаша лилля немес қой, андай бір сенің бір жақының деген сөз емес қой, хаша. Ол Алла тағала да. Ең бірінші Құдайдың Құдай екенін түсіну керек. Сол осы жерде бір оқиға есіме түсіп кетті да, бір жігіт бар еді. Ол өмір бақи спортсмен жігіт қой, спортсмен жігіт. Енді арамызда ең күнәһар жігіт сол да. Күнәсін айтып, кітап жазуға болады да. И сол бір күн намаз оқып кетеді ғой. Намаз оқығанда кәдімгі тақуа кетеді.
үндемейді, сөйлемейді, аузына тас салып жүреді, короче, сондай болып кеткен ғой. Ойладым, сен не болып кеттің, не біліп алдың, осындай өзгеріп кететіндей. Ондай ойлағанмын ғой. Ол дато бүкіл арамызда, бүкіл бәріміз намаз оқысақ та именно сол оқымайды деген точно уверен болған ғой маған. Мысалы, ең бірінші бастап кеткен сол болды да. И сөйтіп сұраймын ғой, не үшін ондай бастап кеттің? Сөйтіп мен андай күнә жасаған кезде всегда өкінемін дейді. Күнә жасаған сайын Алла тағала менің рызығымды арттырады дейді да. Күнә жасаймын, жолымды ашады. Күнә жасаймын, ата-анаммен ұрысып кетемін, и жаңағыдай бір жақсылық болады. Ата-анам керісінше менен кешірім сұрайды. Сөйтіп мен Алла тағала мейіріміне жеңіліп қалдым дейді ғой. Мен оған күнәмен жауап беріп, ол маған мейірім күнәмен жауап. Содан жеңілдім и жыладым дейді ғой. Сол да, Алла тағала мейірімі сол. Ылғи да кешіргенін ол түсініп тұр да. Біреу қалай байыдым десе, мен Аллаға бердім, Алла жолына бердім, ол маған берді. Аллаға бердім, ол көбейіп жарыстым дейді. Алламен жарыстым дейді. Мен беремін, Алла береді, мен беремін. Ақыры Алла осып кетті. Сөйтіп мен байып кеттім дейді. Сондықтан жаңағындай Европаның да жаңағындай берген уақытта байып кетіп жатқан сол ғой. Алланың жолына береді, жаңағындай кванты физикалар ретінде деп береді. Ол қайтып келеді, жаңағы 10 есе қайтып келеді. Ол тағы 20 есе береді, ар жақтан 40 есе келеді мысалы да. Сөйтіп ағында. Сол секілді бұл да ол Алланың тура не сияқты ғой, үйдегі бір әке сияқты. Жаңа қазір мықты. Әке сияқты да, жаңағындай үйдегі стақанын сындырып қоясың, әкең бірақ басқасын әкеліп береді. Одан жақсысын әкеліп береді. Оны да сындырып қоясың, басқан бір күні ойланасың ғой, мен не істеп жүрмін осы? Әкем не істеп жүр? Ұрсам ма, мен ұрам ма деп, керісінше маған өзім мейірім таныта берді ғой деп, бір күні ұялғанынан қоясың да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде бар, ұялмасаң білгеніңді істе дейді. Ифал мәшикті изелам тастахи дейді. Ұялмасаң білгеніңді істе. Бүкіл пайғамбарлар осылай айтқан дейді. Сол сияқты қазақ Алладан ұят болады деп қорқытқан да. Құдайдан ұялсайшы деген. Қорқсайшы деген сөзді де көп айтпаған да. Қорқсайшы деген сөздің ұялу деген мағынасы. Ұялсайшы деген. Құдайдан ұялмайсың. Сенің әке-шешең жақсы адам ғой. Сенің ата-бабаларың текті адамдар ғой. Сенің әулие шыққан ғой. Сен жүрсің мынау. Бұл жараспайды ғой. Хадис бар, әл-хай хулуқул ислам ба, сондай бір хадис бар еді ғой. Сондай Аким абайды жаңағы неде қара сөзінде сол хадистер жазады ғой. Кімде ұят болса, онда иман бар. Кімде ұят болмаса, онда иман жоқ деп сөйледі. Бүгінде керемет иманды сияқты болып жүрді, бірақ ұят жоқ та. Көптеген өкінішке қарай жастарда да, мұсылмандарда да ұят жоқ. Алдай салады, мұсылманға қиянат жасай салады, өлтіре салады, бір-бірімен соқса салады кейбір мұсылман елдерді. Ол мұсылманшылыққа жатпайтын нәрсе да. Келесі сауалыңыз. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мен киелі Жамбыл облысы Тараз қаласынан келіп отырмын. Ұстаз мырза. Мынау мен сұрайын жатқан сұрағым, мынау сіз енді көпті көргенсіз, көпті оқығансыз ғой. Мынау адам Алла тағала баланы жаратқаннан кейін сол адамның оң жағында иығында, то есть періште сол жағында жаңағы не дейді, шайтан болады дейді ғой. Соның айырмашылығы неде? Бұл бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, Алла тағала, например, адамды жаратқан кезде, например, енді адам дүниеге келеді, бір ситуация болып қалады, например, нешесін случай болады, бір авария дей ма, сонда, или қорқыныш болып қалады, или жаңағы найзағайдан күн күркірегеннен бір қорқыныш сезім, или жаңағыда ұрысқаннан біреуден қорқыныш сезім, или жаңағыда бір қорқыныштан шоковый состояние дейді ғой, орысша тілмен айтқанда. Сондай шоковый состояние болған жағдайда жаңағыдай періште емес, адам баласына жаңағы жын шайтан кіріп кетеді. Ол қалай оны шығаруға болады, қалай неғуға болады, жаңағыдай игеруге болады соны. Сол мәселе бойынша сұрағым бар еді. Сұрақ. Оң иығында періште, сол иығында шайтан болады. Ол енді жалпы қазақтың сөзі ғой, әйтпесе адамның оң иығында да, сол иығында да періштелер бар ғой. Отырады ғой. Екеуінде де періште бар. Кітап жазып отыр. Кітап жазып отыр. Кирамен катибин дейді, жаңағыдай сол періштелер бар да. Ал сол жағындағы шайтан деп отырғаны, оның енді ол бір, оның да бір ақиқаты бар. Адамның өзінің азғыратын нәрсесін айтады. Жалпы азғырушы әрбір адамда шайтан болады да, соны меңзеп отыр. Ол адам өлгенге дейін ол кетпейді.
хадисте дейді ұйықтаған кезде мұрнның ішінде ұйықтайды дейді. Мұрнның ішінде. Таңертең сол мұрындарыңды қағыңдар деп отқан сол. Ал екінші сауал келсек, жалпы исламда мынандай екі нәрсеге рұқсат бермейді. Қарқылдап қатты күлуге рұқсат бермейді, яғни күлеміз күле бересің, бірақ жалпы оны күнә ретінде санайды. Қарқылдап қатты. Екінші, қатты қорқуға тыйым салады. Жоқ, менен емес қой, сол не үшін қатты қорқады деген ол жалпы адамның жүрегінде егер иманы тура болса, ол адам баласы тек Құдайдан ғана қорқады. Ана жерде қатты қорқуда Құдайдан да бір үлкен біреу бар. Құдайдан мен содан қорқып тұрмын деген нәрсе болады да. Сол осыны кімдер жын шайтандар пайдаланады. Өйткені енді қазіргі кезде психологтар да айтады, адам қатты күлген уақытта және қатты қорққан уақытта оның адамның порталы ашылады дейді. Адамның өзінің сыртында қоршап тұрған порталы бар, жаңағы 360 періштелер бар жаңағындай. Көрсетсіз домалақ қылып сол періштелер соны қорғап тұрады. Әсіресе дұға айтқан кезде сол дұға қатты күшейеді жаңағыдай. Міне адам қатты қорықса, сол ыдырап кетеді жаңағылар. Нелерді. Сол ыдырағаннан кейін, өйткені Алладан ғана қорқу керек та. Нені қорқамын? Қорқу болады, бірақ ол тым қатты қорқу. Мысалға мен біреуді білемін, жаңағы бір студент бар еді, Түркияда оқып жүргенде қатты зілзаланың кезінде қатты қорықты да, өзі намаз оқиды, бірақ қатты қорықты, сонымен жын кіріп кетіп, әлі осы уақытқа шейін сол ауыр жүр деп естіген да, шықпай. Екіншіден қатты күлгенде де сондай болады. Бұл қатты күлу олда да сол порталды ашады. Неге деген уақытта қатты күлу ол да бір жаңағындай бір Құдай маған керек емес, мен өз-өзімен бақытты бола аламын. Әңгіменің ашығы сол. Мен жұмаққа кірген адаммын. Менің ертең ақыретте Құдайдың алдында бір беретін ешқандай есебім жоқ менің. Былай қарағанда сондықтан мен күлемін қатты. Әңгімең бар ма не? Деген сияқты нәрсе да бұл жерде. Сол жерде Құдайға қарсылық болғаннан кейін жаңағындай. Өйткені соншалықты бір кафеге барып, тамағын ішіп, жеп, шашлығын жеп, палауын жеп, жаңағындай соны қалтаңда бір тиының жоқ, қарқылдап күле аласың мысалға да, күліп отырсаң қалай болады? Тамағыңды жедім, саған бермеймін мен ешқандай нәрсе, өтемеймін де. Деп хотя бы ақшаңды төлеп қойып күлсең мейлі мысалға да. Сол сияқты сен Аллаға өтеп қойған ештеңең жоқ та. Сөйтіп отырып Алланың бергеніне соны бір шектен тыс күлу, ол былай қарағанда адамшылыққа жарасатын іс емес те. Осыны психологтар айтады, осы кезде сол порталдар ашылады дейді. Сөйтіп адамда психологтар айтады, бір ақаулар пайда болады дейді. Ал енді оның арғы руханиға бет бұрсақ, дәл сол жерде сол қатты көрген уақытта жын шайтан да соны кіріп кетеді. Сонда бұл да бір екеуі де күпіршілік болғаннан кейін, бұл біздің бабаларымыздың өзі осыған Алланың жолымен, пайғамбарымыздың ақиқатымен. Әй бала, қатты күлме. Ертең жылап қаларсың. Қатты қорықпа. Құдай бар ғой деп солай бізді бұрын солай ескерткен да. Сол үшін бірақ енді бүгінгі заманда оны айтатын адам бар ма онда? Радикалдардың жүрсін ау. Иә. Ойландыратын нәрсе екен шамамен. Мен өзім қатты күлемін негізі шестіз. Өте қатты күлемін. Қатты күлген адамның бірте-бірте жүрегі өліп қалады. Мен сол рас ше, осы күле берсең ше, андай өтпейді, андай серьезно айтып жатады ғой, өтпейді. Жүріп күліп жүрген саған ешкім күліп жүрме демейді, өйткені пайғамбар хадисінде де ол күлу, біреуге күлем деп қарау, ол садақа деп айтады да, ол бөлек әңгіме. Қарқылдап күлу нәрсе ол енді жағымыз да. Уже былай айтқанда бұл ақау көрші, мидағы ақаулар бар. Психологтар да айтады. Стандарт нәрсе емес та олар да. Айқайлап күлу, басқа қылу. Психологтың сеанстарында отырамын ғой. Көп күле берсең ше, қалдырмайды сізді. Не андай да. Басқа психиатрға жібереді, наоборот ше, жындыханаға жібереді. Өйткені қатты қорқу мен қатты күлу соны психологтар жақсы біледі, екеуі де біледі. Өйткені жынданған адамдар не қатты қорқып жүреді, не қатты күліп жүреді да. Жынданғанда да, ешқандай нәрсе сезбейді, басқа қылмайды. Өйткені қатты күлу мен қатты қорқуда адам бойында сезімдер жоғалып кетеді да. Сезімдер. Қатты күле беретін болсаң жаңағыдай
кейбір болады ғой, жаңағы пиво ішіп арақ ішіп ана карта ойнап қатты күліп отырады ғой. Олардың ылғи да отбасы ойран болып жатады да. Өйткені бойларында ешқандай сезім қалмайды. Ол Құранда бәлхум адал дейді, жаңағыдай кәлағанған бәлхум адал, олар малдан да төмен болады дейді. Яғни оның нәпсі әмарасы нәпсі әмара болады, жаңағыдай ең әдналар, фи әдналар, жаңағыдай Құранда айтқандай ең төменгі дәрежеде болады да. Яғни малдан да төмен болады. Әдналар малдан да төмен болады дейді. Сондықтан оған ислам тыйым салады. Ал енді кейде жас балдары болып, ана болып, мына болып, жаңағыдай қатты қорқып, жымпың кіріп болса, басқа болса, оның ең бірінші нәрсесі тәубе ету керек та. Аллаға истиғфар айтып, Құдайға тәубе етіп, қазақша айтқанда жетшілік нанын таратып, жаңағыдай да, үлкен кісілерден бата сұрап, әжелерден сұрап. Ары қарай сосын керек болса, бір молдекеңе дем салдыртып, бір атаға дем салдыртып, сөйтіп алу керек та. Мен басында жынға сенбейтін едім да. Өзің көп нәрсе өзіңе сенбейсің ба? Мен көп нәрсе сенбейтін едім. Кәдімгі скептик болдым ғой, полный скептик болдым. Сөйтіп медреседе оқимын, балдар айтады, мына комнатада жын бар дейді да. Айтады. Құмар ол выдумка деймін ғой, ертегі сияқты бір айдаһар бар деген сияқты көрші, маған сенбейді. Сөйтіп ана жерге жат дейді ғой, көрші, бүгін осы жерде ұйықтасайсың дейді да, көрші. Сөйтіп ол айтам көрші, ой, бүгін ұйықтаймын, көресің деймін ғой. Жатам, 5 минуттан кейін қалқындырады ғой, біреу ше. Судорога ғой, короче, даже демді шығармаймын да, кіргізе алмаймын да ғой. Қатты ішіме басып отырып алғанда біреу ше. Қатты қалқындырады ғой. Өзім кішкентаймын, өзім 13 жасар ма, сондай кезім ғой. Қатты сөйтіп жүгіріп қашамын ғой. Ана балдардың бәрі ойнап жатыр да, бәрі ойнап жатыр. Ана жерде біреу жүр. Ешкім мені көріп тұрған жоқ қой. Айқайлайын десем, дауысым шықпайды. Бір кезде көрші, ла илаха деген сөз есіне түсті. Айдам да. Қашам ғой. Балалар бәрі мен артынан. Ол қысты ма деп бәрі күліп келіп тұр ғой. Сол кезден бастап сендім ғой. Мән реально бір. Өйткені қара бір көлеңкені көрдім да, шынымен. И ашуланып қышып жатыр да мен ше. Ашуланып қалса бәлкім сол медреседе оқитын жында болуы мүмкін. Көбінесе медреселерде Құран үйренеді, шариғат үйренеді. Біздің де университетте бұрын бар тұғыз, бірақ ол бір 2 жыл бар тұғыз, естіген сабақ бердім ғой деймін. Адам бейнесінде жүретін оғында. Кәдімгі адам. Қазір білмеймін. Адам бейнесінде сол шариғат пен сол Құран үйренеді, сөйтіп жүретін оғында. Сіз осы маған фантастика сияқты естіледі да, негізі реально солар адам кейпінде. Адам бейнесінде. Өйткені пайғамбар хадисінде бар ғой. Кейде шаянды ма өлтіретін кезде бірінші Аллаға разы үшін кетіңдер деп айтады, өйткені мұсылман жын бауырларың болуы мүмкін деп айтады ғой. Сонда минал джиннати уан нас деген аят сонда тікелей мағынада ма сонда адамдардың ішінен жындар андай минал джиннати уан нас деген. Ол шайтан ғой енді. Шайтан бол. Бірақ жындар кәдімгі сияқты жындар ғой. Жаңағы бір адам бір молда айтады, жаңағы естігемін, жаңағы Түркияда оқып жүргенде ме ғалым. Бір күн бір сондай бір мешітте жүріп бір шаян ба бір нәрсені көріп өлтіріп қойдым дейді. Сөйтіп михрабтың несі жаңағы михраб бар ғой, имам болсын деп ғой. Михраб қақа айырылды дейді. Сөйтіп сол жерде көп жындар кірді дейді. Мұсылман жындар. Сәлдесі бар, басқасы бар. Сөйтіп айтты дейді, біз мені қоршап алды дейді. Мынау шаян емес, ол мұсылман еді. Осы мешітке намаз оқу керек. Жыланбайды, есімде жоқ ондай. Сен оны біздің бауырымды өлтіріп қойдың. Шариғат бойынша қысас бар. Жанға жан, қанға қан. Сондықтан сені өлтіреміз деп айтты. Сөйтіп сот болып дейді жерде. Сот болып, жаңағы қазы келіп, тергеп мені өлтірген рас па? Қалай өлтірдің деп тергеп. Осылай. Реально болған оқиға ма? Болған оқиға ғой, имамның әңгімесі. Имам болған ғалым кісі. Сөйтіп мен қазы үкім кестім. Үкім осылай. Жанға жан, қанға қан өлтірілсін. Біздің бауырымды, мұсылман бауырды өлтірді. Соны өлтірді. Басын жамайды атқан мен бір нелер, бас кеселер ме, жәллеттер ме. Сол өзі жаңағы хадис есіме түсіп кетті. Жаңағы хадисте сол пайғамбар салсам мынандай хадис берген жындарға айтқан екен.
мұсылмандардың көзіне әртүрлі андай шаян сияқты жылан сияқты бейнеде көрмеңдер, сендердің жын екендерін білдірмей өлтіріп қоюы мүмкін деген хадис бар екен да. Сол хадис есіме Құдай сала жүрегіме салды сол хадис дейді. Сөйтіп сол хадисті оқып бердім дейді. Сөйтіп жер жіберді дейді. Аман қалғаным бар дейді. Сосын сұрады дейді жаңағыдай да. Сұрады дейді. Бұл хадис сахих па деп сұрады дейді. Радикалдар сұрайды. Соны кім рауайт етті? Бір сол сахабаны айтмайды жаңағыдай. Сөйтіп сахабаны шақырды дейді. Сол жерде ғой жаңағы анау михраб жарылды да, сол жерде михраб жарылып, сахаба кіріп келді дейді. Сахабаның рухы кіріп келіп, рас, мен осындай хадисті айтқаным, бұл сахих хадис деп айтты. Сосын жындар мен жоқ дейді. Бірақ бұл енді рухани әлемде болды ма, түсінде болды ма, ол жағын мен білмеймін. Бірақ осы оқиғаның болғаны рас та. Дәл солай болды мен дейді, кәсем мені жаңағыдай аруақ қолдайды, ширик анамнау деген сияқты. Мен жынды қылайын деп отырсың да. Ата бабамның жолынан, Ясауи бабамның жолынан, имам Матуридидің жолынан тайдырайын деп отырсың. Өзің бір қатып қалған бір арабский жаңағыдай ақидаларымды айтып. Қарасаң бір қатты айта беремін. Қатты айта беремін. Сол енді әрине біз ұстазымыз. Қызым саған айтамын, келінім, сен мына деген әңгіме ғой енді. Бәрібір біз простой адамдармыз ғой. Солай бір оқиға болғанда. Бір қарасаң андай қиды бірақ седі ғой андай. Әбден может білмеймін, бұрында енді наоборот біздің ертегілерде осындай оқиғалар көп қой. Фантастикалық ше. Ертегілердегі оқиғаның барлығы негізінде көбісі олар болған оқиғалар ғой. Мысалы Дәудиді диулар туралы. Сосын жаңағыдай анау мысалы ертегілерде бар анау желаяқ, көлтауысар, жалмауыз кемпірдің ана баланы қуалайтын бар емес пе? Жалмауыз кемпір баланы қуалап, мыстан кемпір, жалмауыз кемпір ме? Мыстан кемпір, мыстан. Мыстан кемпір тісімен алатын, қайсысы? Мыстан ба? Жезтырнақ. Жалмауыз кемпір. Жалмауыз кемпір ме? Соны ағаштың үстіне шығып алып қарғаларды бір шақыратын бар. Сол мыстан кемпір хадисте бар. Умму Сибиян деп аталады. Біздің оқып жүрген дұғаларда бар сонда. Солар қарсы оқитын. Сол Умму Сибиян деген ол өздері бір нелер, мафия. Соның басында Умму Сибиян деп атайды жаңағы. Жайымдарында. Олардың тірліктері сол ерлі зайыптыларға сол жаңағы жатырына кіріп, сол ұрықтарды, жұмыртқаларды соларды өлтіреді. Өлтіріп соны жейді олар. Содан олар өмірде бала тумайды да, көбісі бала тумай қалатын содан да. Сол кәдімгі сол жерде баланы қуалауы арқылы, біздің қазақта ертегі арқылы, сол хадисте Умму Сибиян бүгіндегі бала соғмай жүргендердің көбісінің айтып жүргендері, содан бір себептердің, негізгі себептер біреу солардан екендіктерін сол неде айтады да. Ертегілерді айтқан және хадисте айтқан да. Сондықтан оған арнайы хадистегі біздің оқып жүрген дұғалардың ішінде сол арнайы Умму Сибиян дұғалары бар. Соларды оқисың да оны. Сөйтіп ананы алып тастағаннан кейін бар, ол бала көтеретін болады. Ол не істейді деп тергеп сұрасам, соны жейді жаңағы несін да бір молекуласы басқасын айтады соларды. Сөйтіп өздерін былай қарағанда бизнестер екен да. Бизнестер. Жалпы жын шайтандар не үшін азғырады дейсің, өздерінің бизнестер. Сонымен өмір сүреді. Өздерінің үлкен бизнестер. Содан күн көреді, әлі бизнестерді. Адамдардың қабілеттерін пайдаланады, басқа күшін алып. Сондықтан ба біз әлсіреп қаламыз, мысалы жалқау боламыз, энергияны алып қоямыз. Энергияны алып қояды. Сөйтіп ол өздеріне алып. Төсектен тұрғымыз келмейді, мысалы кезде болды. Төсектен тұрғым келмейді. Кейде төсек тұрған бәрін одан көре алмайсың, ол енді тікелей нәпсінің өзінен болады. Нәпсінің өзінің жалқауы болады. Жаңағы сурет көрсеттім, нәпсінің суретін көрсеттім, осы ұқсайды деп сол сияқты сол нәпсінің өзінің болмысы бар ғой жаңағыдай. Кейде қасқыр, кейде анау, кейде сол жақта бар. Бір не болып, жануардың суретінде болып, сөйтіп олар жалқау болып жата береді. Соңғы бір сұрақ болса, одан кейін подкастты аяқтасақ болады. Сіз сұрақ мынандай ғой, сіз алдында бір подкастта айттыңыз, ана руханияттың дамын жай жіберіп көріңдер деп көргіземіз дедіңіз ғой, ля иляха иллаллахты айтып. Соны дальше ұзақ жалғастыру үшін, көру үшін дальше
қалай не істеу керек соны түсіндіріп берсеңіз. Оның жерде көру үшін деген жоқпыз ғой енді. Тек қана жаңағы дәмін сездіру үшін. Дәмін сезу үшін ғана оны айтқанбыз да. Ары қарай оның адамның өзінің амалы керек та. Өзінің иманы керек, олар іздену керек. Баста Алланың қалауымен жаңағыдай дәмін таттыртасың, шоколад беріп қойсын жаңағыдай. Алла тағала бірінші дінге кірген уақытта иманын сездіріп қояды дейді да. Жаңағыдай экстрадан береді дейді да, экстрадан береді. Ешқандай амал жасамай, басқа қылмай, сол сезімдерді береді. Сол сезімдерді беріп, кейін алып қояды Алла тағала оны дейді да. Сол сезімдерді алам десең, ары қарай өзің Аллаға жақындауың керек дейді да. Сондықтан оның Құдай тағала оны мен білмеймін, маған қатысып жоқ қой, ол жаңағыдай Алланың сол сезімді сездірген өздерінің ниеттеріне байланысты мен тек қана Қоқылташтың бабалардың несін ғана айттым, жаңағы Машкүршевтердің жолымен ғана айттым. Ол өзімде көп сезініп отқан жоқпын, өздерінің сезініп отқан. Көріп тұрған жоқпын ондай адам емеспін да. Біз жаңағы эксперимент дейміз, ондай адамдар, ғалым адамдармыз да. Бірақ өздерінің сол нелерінен де жаңағыдай. Ана бір мысал бар ғой жаңағыдай. Бір молда бір күн жаңағы мен сияқты біреу әйтеуір қартайған ма ауылына барып бір мешітте молда болып дейді да. Ол уағыз айтып Фатиханың қасиетін айтады екен да. Кімде-кім Фатиханы 7 рет оқыса, асау толқын болып тұрған, асау аттай толқып атқан өзеннің өзінен өтіп кетеді екен. Батпайды екен деп айтады екен да. Міне, негізі Фатиханың қасиеті одан да мықты да, бірақ сөз айтқан. Сөйтсе, бұлардың мешіттері өзеннің ар жағында екен да. Көпірден өтеді екен. Бір күні қыс болып, одан кейін сең жүріп көпірді лақтырып кетеді ғой. Таңертең тұрса, көпір жоқ. Молда аңырап тұрса, мен сияқты ақсақалдар келіп, молда екен өзің жаңағы Фатиханы айтып едіңіз, соны оқып өтіп кетеміз деп, өздері оқып өтіп кетпейді. Бұл былай қарап тұрса өтіп кеткен. Бір айқайлайды, қараса бәрі өткен дейді. Соңғысы өтіп барады екен. Молда болсаңыз, уақыт шығып барады, таң намаз шығып кетеді. Десе, анау өте алмай тұрды, мен қойынды. Анау сенді. Сонымен мен айттым да жаңа жерде. Жоқ әлде Фатиханың қасиетіне сенбейсіз ба, өзіңіз айтқанды. Молданың айтқанын істемейді, қалай болады енді? Десе, соны айтқанымыз жаңа енді Фатихаға сенеміз ау, бірақ ана өзенге сенбей тұрмын деп. Өзенге сенбей. Енді бірінші деу керек қой енді. Сол сияқты біз сендерге айтамыз да. Кітаптан оқып айтып береміз, Машкүршевтердің кітаптарын айтып береміз да. Қоқылташтың кітаптарын айтып береміз. Бірақ мен өзім мынаның ұстазым ғой. Радикалдың ұстазым. Шамалы енді әйтеуір жасым келгеннен кейін жаңағы 40-тан кейін жібіп жатқан түрім ғой енді. Саған рахмет, Алла разы болсын. Осы неден қайтпа. Жаңа баяғыда сөз береді, арабтар келіп, ықылым заманда Каспийдің жағалауына келіп, арабтар кемемен келіп, сөйтсе бір қазақтың адам қазағы қой жайып жүрген дейді. Соған мына байғұс намаз тұра білмейді екен дейді. Намаз үйретпейді. Намаз алшы, мынау жақсы нәрсе екен ғой деп. Кемең өніп кетіп бара жатса, бір қараса жаңағындай қойшы жүгіріп келе жатыр дейді. Судың үстінен. Жаңа аттахиятта не деп айтады дейді, деп айтады. Сөйтсе айтады, сен судың үстіне жүріп келе жатыр, сен білгеніңді оқи берсін. Біз сендерге иманды үйретеміз, біз сендерден иманды үйренуіміз керек екен дейді. Құдайды сендерден үйренуіміз керек. Сен өзің сол білгеніңді айта бер, сол дұрыс деп айтып дейді. Сол сияқты сенің мен мысалым сол сияқты болып тұрған. Жаңа Фатиха деп қалдыңыз ғой, бір оқиға есіме түсіп кетті да. Парамсам бір соғыс атады. Сөйтіп бір сахабаның қолын шоп тастайды ғой. Қолын шоп тастайды да. Сөйтіп сол қолын ұстап алып, парамсам барады екен да. Маған мына қолымды жалғап беріңізші, мен соғысып келейін дейді. Сөйтіп парамсам бір дұғаны оқып түкіріктеп жабыстырады дейді. Қайтып соғысып келеді. Қайтып келсе, жаңа не дұға оқыдыңыз дегенде, Фатиха 7 рет оқыдым дейді. Фатиха ма дегенде түсіп қалды дейді да қолы ше. Иә, Фатиха ма деп анда менсінбей қараған соң анда қолы түсіп қалды дейді да. Соны Фатиханың несі одан да үлкен дедіңіз ғой. Фатиха өйткені бүкіл Құран бар,
ғалымдар айтады, бүкіл Құран бар, Құранның мағынасы Фатиханың ішінде деп айтады. Оны бүгін бір күн неде айтып берсек болады, жаңағыдай дәлелдеп берсем болады да. Фатиханың мағынасы дейді, бисмиллахи рахмани рахим деп айтады. Бисмиллахи рахмани рахимнің мағынасы бәрінің ноқатында дейді, нүктесінде. Сөйтіп оны туралы тәпсірлер жазған. Мен ана бір тәпсір кітап жазғанмын, сонда біраз жазғанмын осы туралы. Бұл енді басқа әңгіме деп қояйын. Иә, құдай қаласа. Келгендеріңізге рахмет. Алла разы болсын. Тараздан келіп отырмын. Сұрақ қоясыз ба? Бір сұрақ қойсақ болады ма, рұқсат болса? Жаңа сіз молда деп айтқаннан кейін есіме түсіп қалар. Осы молда мен шаманның арасында қандай разница бар? Қандай өзгеріс бар? Молда, шаман. Айырмашылық аспан мен жерде. Молда деп отырған кәдімгі ол сен. Әрбір иман келтірген адам ол молда. Имамдар ол бөлек. Имам мешіттің ресми өкілі. Әрбір жүрегінде иманы бар адам, әрбір фатиханы жатқа білген адам ол молда болып саналады негізінде, шариғат бойынша да, яғни. Ал енді шаман деп отырған ол шаман бақсылар ғой, тек қана бақсы ғой. Мынау Алтайда, нелерде жаңағы Якутияда, басқада шаманизм ол бұрынғы неден қалған, жаңағындай бақсылардан қалған. Ол бұрынғы діннен қалмаған, ол бұрынғы діндер ол ислам дінді жалғап бұрынғы діндер, біздің түркілердің сақтарын ұстанған. Олар сонда жындармен айналысады ма? Жындармен, ол тікелей жындармен жұмыс істейтін біздегі ана көріпкелдер ғой, жаңағындай. Әулиелерді аралап, соған бір матау байлап жүретін көріпкелдер ғой, жаңағындай. Солардың нелер, жолдары да. Қобыстар тады олар сөйтеді, жындарды шақырады. Сөйтіп әулиеге зиярат етуді олар қаралап көрсетеді, жаңағындай бармасын деп. Сосын алар радикалдар шығып әулиелерге бармаңдар дейді. Бірақ өзі Меккеге барса, ол жақтың моласына барады. Сонымен енді ойлап отырмын ше, ұзын ше. Ол жақтың моласына барса болады да, біздің өзінің ата бабаларына барса болмайды екен. Қабілет зиярат. Әрбір қазақтың әулиесі, осылардың бәрінің ата бабалары. Мәшһүр, біздің бабамыз ғой. Менің бабам емес, ол басқа ұлылық деп айта алмайсың ғой. Қазақтың. Тіпті қуалап келетін болсаң, туысқаның болып шығады. Құдаң болып шығады. Қазақты құда болу үшін дәл бүгін құда болып шығады емес. Біреудің үйіне бардым ба, жаңағы сөйтіп күйеу болады еді. Біресе жоғары шығып қойды. Сөйтсең жаңағы, бір 500 жыл өміріміз бір күйеу бола болған екен дейді. Сол рудан қыз алған екен дейді. Соны меңзеп айтып отыр екен дейді. Сол қазақ сондықтан қазақ әрқашан ол бір-біріне құда жекжат, нағашы, жиен, ешқандай да бір-бірімен анау мынау деп не аламайды. Бір-бірімен қарға дейді ғой, жаңағы қарға қазақ деген сол ғой, қарға деген бір шөп дейді. Ол ұзақта тұрады, шөп тұрады. Астынан бір-бірлерімен жалғасып, тамырласып, бір-біріне ана жақта су жетпей қалса, ана жақта су жіберіп отырады екен, бір-біріне су жіберіп. Қарға тамырлас қазақ деген сол дейді. Бір мағынасы. Басқа да мақтылары бар шығар. Рахмет. Күшті сұхбат болды, өте жеңіл, нюанстар өте көп болды. Менің өзімде де бір жазып алатын нәрселер бар. Подкастты өзім көріп, мен андай жазып аламын ше. Түртіп аламын өзім нәрселерді. Қайттан көріп. ютубтан көрген вообще басқаша да. Сөйтіп өте жеңіл болды. Рахмет келгеніңізге. Сіздерге де рахмет уақыт бөліп сол келгендеріңізге. Бәріңізге рахмет, Алла разы болсын. Алла сауапын жасасын. Қандай да дұға тілектеріңіз, дұғаларыңыз қабыл болсын. Ана көрермендерде бізді көріп отырған иншалла өз ойларын, сұрақтары болса өз ойларын жазсын, пікірлерін жазсын ең басты. Не түсінді, комментарий жазсын. Өйткені комментарий жазылса біз ылғи соны қараймыз. Мүмкін ол құламаған шығар, әңгімеміз қызық емес болса оны да айтыңыздар. Өткенде біреу ермей көріп шықты, қызық емес депті. Нейді оны қызық емес үшін оны сонша уақытын кетті ғой деймін. Алтын уақытын кетті. Басшағаны бір 2 минуттың көрді. Қызық емес деп айтасыз деймін. Дұрыс па? Оған да рахмет. Ермей көріп шыққаны. Өйткені бізде ілім жоқ. Ілім жоқ қой сенде деп тұр. Менде ілім жоқ екенін білемін ғой деймін. Тек бір ретін білетін нәрсем бар. Алланы білемін. Басқаны білмеймін. Рахмет, жақсы.